Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен тағы да қауышқаныма өте қуаныштымын. Ал енді міне жол бойы біздің қарлы қысымызды көрсете кетейін. Тамаша, бір ерекше қыс. Қар мол түсті, міне көріп тұрғандарыңыздай. Керемет. Мына жерде бүгінгі сойылған тайдың жарты еті. Бұл ет жаңа ғана жайылды. Әлі қата қойған жоқ. Сондықтан әбден қатқаннан кейін мен бұл еттерді суға бір рет салып алып қайтадан жаямын. Сонда еттің бетіне қатқан мұз оның кеуіп немесе қарайып кетуіне жол бермейді. Енді осы жерден шұжыққа қажетті қара кесек еттерді үйге алып барамын. Мынау етті алайын, міне мойнынан түскен ет. Қара кесек еттер керек маған. Және шұжыққа қосатын жылқының іш майы керек. Мен мына жерден май салып алайын. Енді сетканы қойып, етті бір рет шайып аламын суық сумен. Ал енді шұжықтың етін тұруға кірісейін. Етті дәл осылай ұсақтап тураймын. Міне, көріп тұрғандарыңыздай еттің бәрін турап болдым. Енді майын турауға көшемін. Еті мен майы туралды. Енді шұжықтың дәмін келтіру үшін осының үстіне тұз, бұрыш, чеснок қосамын. Осының үстіне енді 3 ас қасық тұз қосамын. 2 ас қасық бұрыш, 2 бас чеснок, 200 мл су. Бәрін жақсылап араластырамын. Және әркім өзінің талғамына қарай чесноктың орнына пияз қосуға болады. Енді бетін жауып, салқын жерге 3 сағатқа қойып қоямын. Шек қарын да міне дайын болып қалды. Бірнеше қайтара тұзбен ысқылап, кейін шайып, енді міне тұзға салып тұздап қойдым. Енді осылай тұзы әбден сіңгенше тұрады салқын жерде. 2-3 сағат сайын аударып отыру керек бұны. Себебі тұрып қалса, иісі шығып кетеді. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай қарын қартаны айналдырдым. Енді осы бетін жақсылап тұздаймын.
жақсылап салу керек. Тұз қарынның дәмін келтіреді. Тұзы бетінде қалып қоймау үшін жақсылап араластырып қою керек. Бұларды енді 3 сағатқа салқын бөлмеге апарып қойып қоямын. Арасында әлсін-әлсін астын үстіне аударып қозғап отырамын. Себебі тұрып қалса тұншығып, қарын мен қартаның иісі шығып кетуі мүмкін. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, мен қазір жылқының ішегінің ішкі бетін жуудамын. Осы ішкі бетін алдымен жақсылап тұзбен, тек қана тұзбен 3-4 қайтара ысқылап, кейін осылай тұзды сумен шаю қажет. Егер шайған уақытта көріп тұрғандарыңыздай судың бетіне көбік шығып тұрса, бұл шек қарынның әлі таза жуылмағандығының белгісі. Сондықтан шек қарын әбден таза болу үшін судың бетінде көбігі кеткенше бірнеше қайтара шаямыз. Мынау әлі таза жуылмаған шек. Міне, тағы да тұз саламын. Жуған сайын көбігі азайып, шек қарын тазалана береді. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, су осындай көбіксіз болса, бұл шек қарын өте таза жуылды деген сөз. Міне достар, шұжықтың еті де, шегі де дайын. Енді дайындауға кірісемін. Іске сәт болсын. Бісміллә деп шұжық жасауды бастайын. Алдымен жақсылап тағы да бір рет араластырып аламын. Енді шектің ішіне еті мен майын араластырып отырып саламын. Бісміллә деп. Достар, сіздердің каналыма кіріп, видеоны басынан аяғына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Алдағы уақытта да осы менің каналымның дамуына, өсіп өркендеуіне сіздердің белсенділіктеріңіз аса қажет. Сондықтан осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал егер де сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Себебі алдағы уақытта өте тартымды, қызықты және пайдалы видеоларды жүктейтін боламын. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытып қалмаңыз. Міне, шұжықтың етін салып болып қалдым. Енді байлаймын.
Мінекей шұжықтар дайын. Енді бұларды салқын бөлмеге апарып іліп қоямын. Ілгенге ыңғайлы болу үшін екі шұжықты бірін-біріне байладым. Міне осылай қос шұжық болып ілініп тұрады. Дәл солай бәрін қос-қостап байлап қойдым. Ал міне достар, қарын мен қарта әбден тұздалды. Енді кезекте соларда болатын бездерді алып тастаймын. Мынау міне қарын. Қарында міндетті түрде без болады. Шақ бездер. Соларды алып тастаймын. Қарынның майы тап-таза болып шыға келеді. Қиын емес, бездер оп-оңай алынады. Міне достар, қандай тап-таза болып шықты. Дәл осылай барлық қарта мен қарынның безін алып шығамын. Енді мынау дайын болған қарынды ішкі бетін айналдырып, осылай далаға барып жаямын. Қараңыздаршы, қандай тап-таза қарын. Өте тамаша жуылған. Енді келесін солай тазалаймын. Қарын мен қарта да дайын болды. Бір-біріне байлап, ілуге ыңғайлап қойдым. Дәл осылай қарындарды да байлап шықтым. Енді бұлардың бәрін далаға, салқын бөлмеге апарып іліп қоямын. Достар, ілініп тұрған қарын мен қартада ешқашанда ес болмайды. Себебі олар ілініп тұрса, бұларды жел қағып, шамалы кептіреді. Және ілген кезде қарындардың арасын ашып ілу керек. Ол үшін мен мынандай таяқшаларды алып, бүйтіп түйреп қоямыз. Міне, қарталарды да дәл солай бірін-біріне мықты жіппен байлап қойдым. Тарланчик, жүр. Ал енді ет сарайға шұжықтар мен қарын қартаны ілуге бара жатырмын. Так. Тарланчик. Торланчик, тарланчик. Тарлашка, тарлашка. Так. Мына жерде міне. Күйсіне. Күйсі. Ай, сенің де ет жегің кеп тұр ма? Қазір үйге кіреміз. Далада сен тоңып қаласың. Тарлан. Қайдасың? Тарланчик. Тарланчик. Тарлан. Гав. Вот молодец. Ал мінекей шек қарындар мен шұжықтарды іліп қойдым. Енді осы жерде айта кетейін. Қарындарды ілген кезде арасын осылай ашып қою керек. Ашылып әдемі болып кебет. Міне бәрінің арасын ашып қойдым. Ар жағында міне шұжықтар тұр ілініп. Мынау алдындағы дайындаған қазылар міне кеуіп әдемі болып тұр. Қараңыздар. Мынау бүгінгі шұжықтар ілген. Бұлар да мынау қазы сияқты болып кеуіп әдемі болып тұрады. Міне осылай іліп қойған дұрыс болады. Енді бұларды ешқайда қозғамаймыз. Осы жерде ілініп, қанша уақыт сақталса да бүлінбей тұра береді. Қараңыздар. Қандай керемет
Осымен мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.